Ал қымбатты оқушылар, бүгін міне қазіргі дамыған әлем минут сайын дамып жатқан заманда IT жағынан барлық мүмкіндіктер жасалды. Елімізде цифрлы Қазақстан бағдарламасы жүріп жатыр. IT мамандар даярлайтын жоғары оқу орындары, тіпті мектептер көптеп ашылып жатыр. Осы орайда өзіміз мектебіміздің ішінде IT сауаттылығымызды тексеру үшін қазір мен қақыт ойын қосамын. Барлығымыз дайын боламыз. Экранға QR-код шығады. Негізі кіріп аламыз. Қайсар, Заңғар, Егар, Жансәуле, Сая, Ғазиза. Барлығымыз кірген болсақ, кірдік қой барлығымыз. Кірген болсақ, ойымызды бастаймыз. IT құзыреттілігімізді, білімімізді тексереміз. Жарай ма? Ал сәттілік, бастаймыз. Бірінші сұрағымыз цифрлы Қазақстан бағдарламасының негізгі бағыты. Ауыл аймақты кең жолақты интернетпен қамтамасыз ету, экономиканың салаларына цифрлы технологияны енгізу, IT мамандарды даярлау, дұрыс. Қайыңызға дұрыс екен? Келесі сұраққа өтеміз. Бірінші орында Қайсар, Аймен, Қалпинұр, Жұлдыз, Саятын. Екінші сұрағымыз суретте не бейнеленген? Суретке мұқият қараймыз. Антивирустар, операциялық жүйе түрлері, жұмыс істеу элементтері, программалар, қолданбалар. Неге? Екінші орынға Саят көтерілді, үшінші орынға Заңғар, Жұлдыз, Аймен келер. Келесі. Үшінші сұрағымыз three-dimensional сөзінің мағынасы. Үш бұрышты, үш жақты, үш түрлі, үш өлшемді. Үш өлшемді. 12 оқушы дұрыс жауап берген екен. Жарайсыңдар. Келесі. Төртінші сұрағымыз. Print функциясы файл бағдарламаларындегі функциямыз. Енгізілген деректерді бағдарламаға жібереді. Жақшаның ішіндегі мәлімет экранға шығаратын команда орындауға жібереді. Мәлімет типін анықтайды. Жарайсыңдар. 11 оқушы дұрыс жауап берді. Келесі сұраққа өтеміз. Бесінші сұрақ. Бұл таңба нені білдіреді? Электронды почта екенін білдіреді, логотип түрі, плагиат екенін білдіреді, кез келген туындының авторлық құқықпен қорғалғандығын білдіреді. Екі оқушы қателескен екен. Логотип түрі деп таңдаған екен. Бұл нені білдіреді екен? Кез келген авторлық құқықпен қорғалғандығын білдіреді. Бұны біз 5-ші сыныпта, 6-ші сыныпта өтеміз. Келесі. Сұрақтар өте оңай. 6-шы сұрағымыз. Әлемдік рейтинг бойынша ең қажет мамандықтар тізімінде IT мамандар нешінші орын алады? Сен көргендер бар екен? Қызығушылық танытқан. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші орын. Қалай ойлайсыз? Жарайсыңдар. Әлемдік рейтинг бойынша ең қажет мамандықтар тізімінде IT мамандығы нешінші орын алады? Екінші орын деп алдық, екінші орын. Өте сұранысқа ие мамандықтардың бірі екен. Келесі. Тамаша. 7-ші
сұрағымыз, жақында жұмысшылардың тек 2 тобы қалады. Компьютерді басқаратындар және компьютер оларды басқаратындар. Кімнің сөзі екен? Бізде IT саласына еңбек сіңірген тұлғалар бар. Билл Гейтс сөзі, Марк Цукерберг, америкалық менеджмент маманы Эйгеннің 1961 жылы айтқан сөзі, Стив Джобстың сөзі. Кім айтқан екен? Өте керемет тауып айтқан. Сонымен дұрыс жауап бізде америкалық менеджмент маман Луис Эйгеннің 1961 жылы айтқан сөзі. Яғни 61 жыл бұрын айтып кеткен. Не деген көрегендігі? Мұны расында да солай болып жатыр. Соған келе жатыр. Солай ма? Есіңізде қалады деп ойлаймын. Келесі. Жарайсыңдар. 8-ші сұрақ. Электрондық кестеде формула қандай таңбадан басталады? Қазіргі таңда ойып жатқан тақырыбымыз бағдарламамыз. Минус, плюс, көбейту, көтеру. Оқушылар, біздерді байқауымыздың практикалық бөлімін бастаймыз. Қазір бірінші кезекте мәтін теру байқауы болады. Бұл жерде жылдамдығы, сауаттылығы, құжатты өңдеу ескеріледі. Бірдей уақытта 10 минут беріледі. Бастаймыз таза парақта отырып. Сонымен қазір барлықтарына бірдей текст таратамын. Сол текст бойынша сауатты етіп, өңдеп, тура осылай етіп теріп шығамыз. Ал сәттілік. Ал істесе қалдар, қазір уақытты қосамыз, бірдей уақытта бастаймыз, солай ма? Уақыт бітті, тоқтатамыз. Енді санап шығамыз. Аймен 90 сөз. Жансәуле 74. Азиза 24. Сымбат 98. Заңғар 99. 88. Аяқ 84. Қайсар 122.
Murat 94, Digarız 54, Janarız 7, Dolgaz 74, Alman 47, Barımızды sanap çıktık koya. Енді қазір апайларымыз қалай өңделгені, сауаттылығын барлығын тексеріп, ондық балл жүйесінде бағалап шығатын болады. Kazakhstan is like my family. It surrounds me with love, bringing joy to my own heart, like a dove flying above. Қымбатты оқушылар, мәтін тез бойынша өте керемет жазып шықты. Барлығымыз тамаша. Рахмет. Енді біз екінші турымызға өтеміз. Екіншісі презентация жасау. Бұл жерде дизайны, сауаттылығы, ойын жеткізуі, тақырыпты ашуы, бағдарлама мүмкіндіктерін қолдануы барлығы ескеріледі. Яғни интернеттен ізденіп, дайын фотоларды қолданып, тәуелсіздік тақырыбында жақсы бір презентация дайындаймыз. Жарай ма? Қазір уақытты қосамын. Бірдей таза бетте отырып, бірдей уақытта бастаймыз. Сәттілік. Махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Танасқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Жан жаққа тартпай қазағым, бір сөзге жинал дегені, көк тудың
желбірегені. Жасыл жайлау, түпті кілем, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көк кілем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалда, қазағымның алақанау деп білем. Қайда жүрсең атамекен, көкейімде жатады екен, күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен. Жасыл жайлау, төкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көк кілем. Күннің нұрын, айдың аппақ сәулесін, қазағымның махаббаты деп білем. Қайда жүрсең атамекен, көкейімде жатады екен, күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен. Жасыл жайлау, түпті кілем, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көк кілем. Асқар тауын аспанымен таласқан, қазағымның мәртебесі деп білем. Қайда жүрсең атамекен, көкейімде жатады екен, күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен. Қайда жүрсең атамекен, көкейімде жатады екен, күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен. Жасыл жайлау, түпті кілем, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көк кілем. Маңдайымнан сыйпап өткен самалда, қазағымның алақанау деп білем. Қайда жүрсең атамекен, көкейімде жатады екен, күннің өзі ұясына қимай оңай батады екен. Жасыл жайлау, төкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көк кілем.
Töktükülüm, kökkülüm, kökkülemde köp oynayman, kökkülüm. Asqar taual, asfanan men talaskan, Qazağımdan mertebe sağ dep bilem. Qayda жүрсең, atan eкен, көкейімде жatan eкен. Күннің өзі ұясына, қимай оңай батады екен. Qayda жүрсең, atan eкен, көкейімде жатады екен. Күннің өзі ұясына, қимай оңай батады екен. Жасыл жайлау, төктükülüm, kökkülüm, kökkülemde köp oynayman, kökkülüm. Mangayımdan sıypap ötken samalda, Qazağımdan alakanau dep bilem. Qayda жүрсең, atan eкен, kökeyimde жatan екен. Күннің өзі ұясына, қимай оңай батады екен. Жасыл жайлау, төктükülüm, көккілем, көккілемде көп ойнаймын, көккілем. Күннің нұрын, айдың әппақ сәулесін, Қазағымның махаббаты деп білем. Qayda жүрсең, atan eкен, көкейімде. Arkadaşlar, презентацияны өте керемет жасап, орындап, тақырыпты аша білдіңдер. Өте тамаша, риза болып отырмын. Рахмет. Енді үшінші бөлімімізге де келіп жетті. Үшінші бөлім программалау бойынша болады. Мына жерде әртүрлі фигуралар берілген, коды берілген, соны теріп, ойнатып, түсіндіріп береміз. Ал бастаймыз. Бірдей уақытта бастаймыз. 15 минут уақыт беріледі. Алға ұмтыл тек алға, алда қойған мақсатқа, қолсыз еш таянба сен. Атқан әрбір ақтанға үміт міндет арқала, қолсыз армандарды сен. Болашақ жарқын болсын, бірлікпен ортақ толсын, жетелейтін бізді тек алға. Бәріміз бірге бір үйдің баласындай, қол ұстасып таң қалмай, жылжимыз
yakın bolsan, birlikten ortak olsan, жетелейді бізді тек алға. Бейдің баласындай қол ұстасып таң қалмай, жылжимыз сонда тек алға. bərimiz birge Бейдің баласындай бірлігімізді сақтай, жылжимыз сонда тек алға. bərimiz birge, bərimiz birge, Қазақ елі, Қазақ елі. Алға ұмтыл тек алға, алда қойған мақсатқа, қолсыз еш таянба сен.